Ал армысыздар, құрметті YouTube арнамыздың көрермендері, құрметті ағалар, құрметті інілер, замандастар, баршаға ассалаумағалейкум дейміз. Бүгін Грузияда жүрген екінші күн, яғни 26 сәуір, кеше бір видео жариялаған болатынмын. Енді бүгін тағы да дәл осы автокөліктердің арасында жүрмін. Қазір нақты сіздер үшін автокөліктердің бағаларын көрсетіп өтейін. Сіздерге бір керек ақпарат болар деген үмітте. Жалпы автотурмен осы жолы 5 автокөлік сатып алу үшін келдік, және де заказға 3 автокөлігіміз бар. 5 автокөлік сатып алды. Қандай көліктер, бағасы қандай, оны қазір қосымша айта жатам. Ендеше достар, бірінші базарға бір шолу жасайық. Көрсетіп бастайын. Мінекей Сарента автокөлігі қара түсінен өздеріңіз көріп тұрғандай 4 жетекті. Бұл да бір 7 адамдық автокөліктердің бірі. 2020 жылғы 88 мильмен. Бірақ өкінішке орай бағасы көрсетілмепті. Бұлардың орташа бағасы жалпы $11,000 орташа бағасы деп айтайын. 11,000-ден сәл қымбат болуы мүмкін, бірақ арзан болуы мүмкін. Осы жолы келген кезде біздер бір Сарента автокөлігін алдық. 2019 жылғы $10,200 алдық. Сол себепті кейде 11, кейде 10, кейде 10,5, кейде тіпті 12-ге дейін барады. Бірақ енді 12-ге дейін бару уақыттары бұлар үшін өтті деп айтсақ болады. Кезінде бағасын көтерсе, қазіргі уақытта 10 мен $11,000 арасында сатып алып жатқан жайымыз бар. Ары қарай кеттік. Мінекей Outback автокөлік тұр. Біздің көрермендердің тарапынан көбінесе сұрап жататын автокөліктердің бірі. Мінекей Outback автокөлігі, бұл да бір өте бір жақсы көліктердің бірі. Асты биік келетін, және де түр әлпеті де, әсіресе ішіне кірген кезде отырғаныңыз өте жайлы, өте комфортты деп айтсақ болады, және де 4 жетекті көліктердің бірі. Бұның бағасы мынау 2015 жылғы $10,500 деп көрсетілген. Мінекей достар, 10,500, оны сызып тастап астына 9,5 деп көрсетілген. Яғни $1,000 түсіріп тұр. Бұны тағы қосымша түсірсеңіз болады. Яғни шамамен бұл $8,700, $8,500 арасында сатып алуға болады деп ойлаймын. Өйткені шимақтау, сызу бұл демек автокөліктің біраз тұрақтап қалғанның белгісі десек болады. Ары қарата мінекей бізде Jetta автокөлігі Volkswagen $11,500 2020 жылғы. Тағы да Jettалар үйіліп қалған екен, көрсетіп өтейін. $12,500 2020 жылғы достар. Ары қарата мінекей екеуі де бір автокөлік, екеуінің де жылы бірдей десек болады, бірақ оң жағындағы жуылы тұрған болса, сол жағы жуылсыз қалған. Сол себепті мінекей мына автокөлік тезірек өтіп кетуі жалпы мүмкіндігі жоғары, өйткені арнайы қарап жуып шайып дайындап отырған. Мінекей $11,300 2021 жылғы 1,4 объеммен 60,000 миль. Бұның комплектациясы арғысынан төмен, себебі оның жалпы люк бар, және де титан дисктары екеуі екі түрлі. Яғни дизайн жағынан арғы дисктар әдемі көрінеді. Яғни комплектация осыған жауап береді десек болады. Сонымен Tucson автокөлігі 2021 жылғы өкінішке орай бағасы көрсетілмепті, 2,5 объем. Ары қарата $12,500 2021 жылғы бұл 2 объемда жүреді. Ары қарата кеттік. $45,000 2020 жылғы 3,5 объеммен RX 350 автокөлігі. Одан ары қарата мына бір өте бір шаршап қалған майстер екен, бұған жоламай қойық. Ары қарата мінекей мына Mitsubishi Outlander'ды көрсетіп өтейін. $12,500 4 жетекті 45,000 мильмен 2021 жылғы, бірақ бір Outlander өкінішке орай бұлар өте қысқа, яғни біздің қазақстандықтар үшін өте бір кішкентай көліктердің бірі, бірақ өзін кроссовер сезінгісі келеді, бірақ деңгейі жете алмай жүрген болатын. Бірақ бұдан кейінгі шанақ өз қателіктерін жапты деп ойлаймын. Ары қарата кеттік. Бізде Forester $14,700 2020 жылғы 2,5 объеммен 14,700. Бұларды тіпті 12,000-ға да алу мүмкіндіктері бар, өйткені Forestерлардың саны көбейді, сәйкесінше бәсекенің арасында бұлар сәл сатылу жағынан қиын болып жатыр. Бұл енді Грузия нарығына қатысты. NX бұл жалпы $17,000 деп көрсетілген 2017 жылғы. Өткен жолы қателеспесем не 17, не 18 жылғы дәл осындай тамаша NX-ті біздер $16,300 өзенге сатып алып кеткен болатын. Сондықтан да қарасаңыздар, бұдан да
бағасынан тиімді, жағдай өте әдемі көліктерді табуға мүмкіндіктеріңіз болады достар. Ең бастысы келген кезде ерінбеңіздер автокөлік іздеуден. Мінекей Аскент, бұл да бір тамаша, қазір біздің Қазақстанға жақсы кіріп жатқан көліктердің бірі. 7 адамдық, себебі бізде бала-шаға көп. Сол себепті біздің қазақстандықтар, қазақтар жалпы 7 адамдық автокөліктерді жиі іздейді. Соның қатарында дәл осы Аскент автокөлігі. Мінекей алыстан сіздерге жалпы түр әлпетін көрсету мақсатында айнала түсіріп жүрген жайым бар. Неге десеңіздер, бұл Аскенттерді біздің Қазақстанның жолдарынан аса көп кездестіре бермейсіз. Енді бізге кіріп жатыр, және де жалпы айдап жүрген адамдардың тарапынан пікір деп айтайық, отзыв дейміз, пікір дейміз, оң пікір айтылуда. Мінекей 2021 жылғы бұларды біз $16,000 достар, осы жерде айтып өтейін, 16,000, 15,5 доллардың көлемінде максималды комплектация сатып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал бұларды 13-ке де алуға болады, бірақ комплектациясы сәл төмендеу болады. Бірақ дегенмен де төмен комплектациясының өзіне де бұларға өте жақсы жалпы қарастырылған, яғни жайлылық бар. Так, Форестер баға жоқ. Тағы бір Соренто тұр достар, 2019 жылғы, әппақ, көжектей болып қана тұр екен. 52 жылғы, ойбай, жылысыныз 52,000 миль, 52 жылғы деп төмен қарай апарып тастай салғансың ба. Так, мінекей түрі де әдемі екен, өздеріңіз көріп тұрған әдемі, әппақ екен. Өте жақсы, тамаша полировка жасалған, прям көзге оттай болып жанып тұр. Сыртына қарайтын болсаңыз, бір мін жоқ, бір жерінен бір царапка дейміз ғой, яғни бір сызық жоқ десек болады. Сондықтан да мінекей мүмкіндігінше келген кезде автокөлік іздеу кезінде ерінбеңіздер, шаршамаңыздар. Бір күн, 2 күн аралап жүріп, ішінен жақсы көлік табуға болады достар. 2022 жылғы 3.5 объеммен 62,000 мильмен тұрған тағы бір әдемі Хайландер көріп тұрмын. Өкінішке орай бұның бағасы көрсетілмеген. Форд бізді аса қатты қызықтыра бермейді, Шевролеттерді қызықтыра бермейді. Венза сұрайтын достар. Достар, мінекей Вензаның жаңа шанағы, жаңа кузов деп айтайық, жаңа шанағы. Бұл гибрид түрінде жүреді, және де 2 объеммен. Біздер мына Қазақстандағы соңғы көрген Вензамыз көпшіліктің көңілінен шықса, мына Венза көп адамның көңілінен шыға бермейді. Сондықтан да Венза сұраған кезде сіздер сол бұрынғы кузовты елестетпеңіздер. Яғни бұлардың кузовы біздің қазақстандықтар үшін өтімсіз болып қалған, өкінішке орай. Так, мына бір аутбакты көрсетіп өтейін. $10,500. Бірақ 114,000 миль жүріп тастаған екен. $10,500 деп көрсетілген. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, жылы 2016 жылғы, іші сондай ашық кожамен жасалған екен, сондай бір өте әдемі. Мына түсінің өзі де өзіне жарасымды, бірақ 114 деген сәл көбірек екен. Бірақ дегенмен де Outback автокөліктерінің көбінесе мұнда келетіні пробегтері жоғары жүреді. Camry 75 достар, $20,000 деп көрсетіліпті 2022 жылғы. Бұл енді өте шарықтап тұрған баға Camry үшін. Camry достар, жалпы Грузия базарында азайған. Camry келуі доғарылу барысында, өйткені қазақтардың тарапына қазір Camry алуда тоқтай бастады. Өйткені адамдар Subaruға көңіл бөле бастады, Kia'ға көңіл бөле бастады, және де өзге де маркаларды таңдай бастады. $14,800 Forester, өкінішке орай жылы жазылмапты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Сонымен кезекті Highlander $31,000 2021 жылғы 3.5 объеммен. Арғарата кеттік. XLA комплектация $31,000 2021 жылғы. Арғарата келесі тағы бір гибрид Highlander. Мына LA комплектацияға ұқсайды. Бағасы өкінішке орай жазылмапты 2022 жылғы достар. Арғарата кеттік. Бізде NX автокөлігі 16,500, 29,800 миль ғана жүрді деп көрсетілген. 16,500. Яғни бұл бағаны жақсы беріп тұр. Неке осындай бағытта қарасаңыздар болады. Бірақ дегенмен де достар, дәл мынандай мемлекеттік нөмірге назар аударамыз. Мұнда мемлекеттік нөмір тұр, және де транзит нөмір тұр. Бұл не деген сөз? Сонымен екеуінің айырмасын айтып өтейін. Неге бұл транзитте, неге бұл мемлекеттік нөмірде? Бұл кәдімгі мемлекеттік ресми түрде атын аударып алған. Бұның Грузияда қанша уақыт айдағаны Құдай білсін. Яғни бұл нақты грузиялықтарға қызмет еткен автокөлік. Ал мына транзит бұл тек Америкадан келген, Грузияда ешқандай тас жолда жүрмеген, тек қана сатылымда тұр. Сондықтан да мүмкіндігінше транзит көлік нөмірдегі көліктерді алуға тырысыңыздар.
Так, тағы да мінекей $8600, 82 000 миль, 2017 жылғы деп көрсетілген екен. Достар, 55 Camry. Elantra автокөлігі көкшіл түстен, екі объемда $12500 деп көрсетіліпті, бірақ өкінішке орай бағасы жоқ. Ары қарата кеттік. Мінекей мына бір Camry'ді көріп өтейік. $14 000, 2019 жылғы. Камрилар қазір бағаларын қайтада көтере бастаған сияқты. Не себепті? Өйткені 70-75-тер жалпы нарықта, базарда жоқтың қасы. Яғни осы жоқшылықты бұларды түсіне отырып, сәйкесінше Камри іздеп келген қазақтардан көбірек ақша алып қалу, көбірек пайда көру мақсатында автокөліктің бағасын қайта көтеріп жатыр. Бір кездері Камрилар өте қатты қаптап кетіп, олардың бағасы тіпті $11 000 дейін түсіп кеткен еді. Бірақ қазір уақыт басқаша, кезең басқаша, сол себепті нарық әрдайым сұранысқа қарап отырып бағалары өзгеріп тұрады. Avalon ескі шанақтағы $10.500. Мұның жылы тарихтың қойнауында. Ал сонымен Tucson автокөлігі $15 000, 2020 жылғы. Tucsonдарда мүлдем қазір Қазақстанға сатылып атқан жоқ. Қазір Tucson алып Қазақстанға қайтып атқан адамдар мүлдем көрінбейді. Tucsonның жанкүйерлері қайдасыздар? Неге Грузиядан келіп автокөлік алмай кеттіңіздер? Әлде бәріңізге алып алдыңыздар ма? 9800 Santa Fe 2017 жылғы 9800 дейді комплектация. Базовая дейміз, яғни бастапқы комплектация. Forester автокөлігі бағасы жазылмаған. Ана BMW 14500, 100 000 километр жүрген 2015 жылғы 3 куппен. Мінекей достар, мына Lexus бұйырса, дәл осы Lexustар менің ойымша қазақстандықтардың арасында трендқа айналады деп ойлаймын. Және де айналса екен деймін. Яғни біздің қазақтар Camry 50-55 тепкенше, енді 55 алайықшы, 55 тепкенше дәл осындай Lexus мінсе екен деген ниетім бар. Өйткені мына Lexustар Camry'дан $1000 ғана қымбат жүреді. Былайынша айтқан кезде, мысалға, мынаны сіз $10,5-11 000 алу мүмкіндігіңіз бар, асып кетсе $12 000. Ал Camry 55-тердің қазір тіпті жақсылары $9,500, $9,800, $10,000 жуықтап қалады. Сондықтан да дәл осы Lexus'ты алсаңыздар. Біріншіден, бұлардың жүрісі өте жұмсақ жүреді. Екіншіден, сыртқы дыбысты естімейсіз, яғни дыбысты сақтау мүмкіндігі жоғары қарастырылған, және де бұның ішіне комфорт өте тамаша достар. ES300 автокөлігі 2.5 объеммен және де гибрид жүреді. Үшінші бір артықшылығы достар, бұлар жанармайды Camry'мен салыстырмалы түрде аз жейді. Сондықтан да бүгінгі қиын-қыстау заманда бензин жанармайдың қымбаттап баратқан сәтінде тамаша бір таптырмас автокөліктің бірі деп есептеймін. Жылы енді өкінішке орай ескілеу, 13-14 жылғы, бірақ дегенмен де салыстырмалы түрде өте жақсы көліктердің бірі. Так, мінекей мына артқы жағынан да көрсетіп шығайын. Іші де тар емес, іші де кең, яғни салыстырмалы түрде Camry'дан жалпы шынымды айтайын, 2 есе, 3 есе жақсы автокөліктің бірі. Ішінде отырсаңыз да еркін отырасыз, кең отырасыз, жайлы отырасыз, өте жұмсақ отырасыз, және де ішінде тыныш отырасыз. Яғни сыртқы дыбыс аса қатты естілмейді. Мінекей мынау Camry тұр, ал мына Lexus тұр. Сондықтан да мүмкіндік болатын болса, осы Lexus'қа ауысып, қазақтардың, біздің қазақ еліндегі тас жолда дәл осындай Lexus'тардың саны көбейсе екен деген ниет бар. Сондықтан да осы көлікті алуды, зерттеуді бір ұмытпаңыздар, бір қарастырып жүрсеңіздер болады. Бағалар қолжетімді, $11 000, $12 000, $13 000 арасында. Бұл енді сұранысқа дейін, ал сұраныс болған кезде меніңше бұлардың да бағасы көтеріледі деп ойлаймын. Сондықтан да ертерек автокөлік алам деп жүрген адамдар болатын болса, мүмкіндігінше ертерек алған өздеріңіз үшін жақсы болады. Мына серебристый дейміз ғой, сұр түсінде, күміс түстесте бұл аса қатты бұл көлікті аша бермейді, бірақ қара түстері және де өзге түстер өздеріне бір кәдімгідей құйып қойғандай өте тамаша көрінеді. Camry'ді көрсетіп шыға салайын. Мына LE комплектациядағы Camry 2018 жылғы $12.500 деп тұр. Енді осы тұста тағы бір айта салайыншы. Мінекей екеуі де қатар тұрып қалған екен. Мына LE комплектациядағы 12.500-ге 70 алғанша 12.500-ге мынандай Lexus'тың тамашасын алып алуға болады. Ішіне кіріп, мынаны айдаңыз, одан кейін мына көлікті айдаңыз. Екеуінің жүрісі, екеуінің тартысы, екеуінің жайлылығы екі түрлі екенін түсінесіз. Яғни басымдық мына Lexus жақта. Сондықтан да достар, бұйырса автокөлік іздеп атсаңыздар, осы бір таңдауды өздеріңіз бір салыстырып көріңіздер. Менің сөзім рас па, әлде басқа ма, өздеріңіз байқай жатасыздар.
Так, мына бір RAV4-ті түсірмеске болмады. Неге өйткені бағасы 14.900 деп көрсеткен екен. Достар, мінекей тағы бір дәлелдің бірі кезінде 15.900 деп көрсетілсе, үстінен басып қарасиямен 14.900 деп көрсетілген 2020 жылғы 39.000 мильмен. Яғни бұл да көліктің өтпей тұрғанының тағы бір дәлелі. Кешегі шығарылымда RAV4-ке қатысты біраз пайымдауымды айтқан болатынмын. Сол пайымның расында шындыққа жанасатын тағы бір дәлелі. Достар, мінекей баға RAV4-ке қатысты түсіп жатыр. Так, достар, мінекей мынадай тағы бір Elantra 2018 жылғы бағасы көрсетілмеген. Осы Elantраға қатысты Lexus'тың тағы бір маркасы бар. Оны да бұйырса қазір базарда олар аса қатты көп емес, бірақ десек те, егер алдымдан шығып жатса бір көрсетем. Lexus'тың осы Elantrаны айырбастайтын тағы бір маркасы бар. Олардың да бағасы осы 7.000, 8.000, 9.000 доллардың арасында. Бірақ мына Elantрамен салыстырмалы түрде жайлылық бар, бренд бар. Яғни ішіне кірген кезде өте сыртқыда, ішкі дизайндарды өте тамаша. Берсе сол Elantra алам деп жүрген адамдарға екінші тамаша бір таптырмас нұсқа ретінде оны да бір көрсетіп шығайын. Бірақ базарда аса қатты көп емес. Оны грузиндардың өзі айдайды. Олар 1.8 объеммен және де гибрид жүреді. Олар өте экономды автокөліктердің бірі, достар. Ол кездесіп жатса, қазақ қосымша түсіріп шығам. 2020 жылғы мінекей Highlander қара түсінен өте тамаша, бір сондай бір алыстан мен деп өзіне шақырып тұрған сондай бір әдемі көріністе тұр. Limited 2020 жылы 30.000 доллар. Достар, мінекей өздеріңіз көрсеңіздер болады. Өкінішке орай бәрі жабық тұр. Амандық болса, ертең күндіз түсірілім жасаймын. Сол сәтте бұйырса автокөліктердің салонына кіріп, толықтай бір дизайнды көрсетіп шығатын боламын. Мінекей Camry, достар, тағы бір 2022 жылғы, достар. Так, Sonatалар, мынау N-Line 1.6 турбо. Так, мына бір түстің өзіне өте тамаша жарасып тұр, достар, байқасаңыздар. Мына титан дисктарының өзін қараңызшы, сондай сұлу көлік қой негізі. Әдемі көліктердің қатарында 2021 жылғы, бірақ бағасы көрсетілмепті. Ары қарата 2022 бұның да бағасы көрсетілмепті. Иесі бір аудим, жұмбақтанғаны жақсы көретіндер. 2024-тің достар, мінекей 80, біздердің сонша күткен 80 автокөлігі. Бірақ біздің шынында айтайын, Қазақстанның тас жолдарында бұлар аса қатты бір көбейе алмады. 70-75 сияқты бірден нарыққа ене алмады. Бұны Toyota орталықтары мүмкіндігінше максимал тұрғыда гибрид тұрғысын жарнамалады, бірақ өкінішке орай қазақ халқы неге екені белгісіз 80-нен үлкен зор үміт күтіп еді, бірақ қазақтардың көңіліне шықпаған сияқты. Сол себепті мінекей жалпы 1,5 жылдай уақыт өтті, бірақ десек те бұл 80-діктер біздің қазақтардың жүрегінен орын ала алмады, өкінішке орай. Мінекей америкалық нұсқа, өздеріңіз көріп тұрғандай тамаша түспен берген. Тіпті бұл түсті дизайнерлық тұрғыда бір қандай да бір термин сөздерді қолданып айтпасақ, жай ғана бір ауыз сөзбен мына автокөліктің түсін, яғни цветін бір ауыз сөзбен айту өте қиын. Сондықтан да арамызда дизайнерлар болатын болса, мына түстің қандай екен айтып комментарияға жазып өтіңіздер. 2024 американец дейді, гибрид 3000 ғана миль жүрген, бірақ неге екені белгісіз, бағасы жұмбақ. Қазір мүмкіндік болса қоңырау шалып бағасын біліп көрейік. Достар, қоңырау шалдым, бірақ өкінішке орай тұтаға жауап бермеді, сондықтан да бағасын біле алмадық. Ары қарата кеттік, мінекей 75, достар. Жалпы комплектациясы бойынша жоғары комплектациялардың бірі 2024 жылғы, бағасы өкінішке орай жазылмапты. Ары қарата қарапайым 70 SE комплектация 2020, оның да бағасы жоқ. Так, ары қарата 2019, мұның да бағасы жоқ Sonataның. Жақсы, ендеше мына қатар бір баға жазуды бәрі бірлесіп, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, давайте бәріміз баға жазбаймыз деп келісіп алған сияқты. Сондықтан қатарды ауыстырып көрейік. Сонымен мына 70-ті жолдың бойында тұр екен, көрсетіп өтейін. 2019 тағы да баға жоқ. Мына 50, қара 50 көрейік. Бұның жағдайы қалай екен, бағасы қалай екен, баға көрсетілмепті. Мына сервиді көрсетіп өтейін. Бұның да бағасы жоқ, өкінішке орай. Мына Forest'ардың да бағасы жоқ. Highlander'дың да бағасы жоқ, мінекей 2019 жылғы. Дәл осылай, яғни бұл жақта бағасыз автокөліктер. Мінекей 55, мұның да өкінішке орай бағасы жоқ. Өздеріңіз ойлаңызшы, мынада 55 алғанша
Одан да бағана көрсеткен Lexus алған қандай әдемі. Мына жерде тағы да бір Outback, бірақ өкінішке орай бағасы көрсетілмеген. Мына Forrester'ды көрсетіп өтейік. $9,800 деп тұр. 2017 жылғы 2.5 объеммен достар, ақ түсті. Nissan Rogue-тың ескі шанағы қателеспесем $11 мың. Мінекей тағы бір Camry $12,700 2020 жылғы 12,700. Арғарата тағы бір Camry'ларға шолу жасап шығайық. $13,000 48 милмен 2.5 объеммен тұр. Мына қап-қара түстен 13,300 2018 жылғы. Арғарата 2022 жылғы 75, өкінішке орай баға жоқ. Мына RAV4 не дейді? Мына RAV4 $13,800 дейді. 13,800-ге комплектация өте төмен, сондықтан да қымбаттау сияқты. 2017 жылғы Optima бағасы жоқ екен. Достар, мына Mazda CX-5 автокөлігін көрсетіп өтейін. Жалпы осы Mazda автокөлігін дәл осы марканы сұрап жатқан адамдар көп. Осыны бір арнайы түсіріп шықса дегендей. Енді дәл қазір өздеріңіз байқасаңыздар, батысты көріп тұрсыздар. Яғни бұл күннің батып баратқан сәті. Сондықтан да қазір автокөліктің кілті жоқ. Тек қана визуалды тұрғыда сырттан бір түсіріп шықпасақ. Мінекей 2021 жылғы 58 мың миль. 17 мың бір пәле деп кезінде жазған бағасын, одан кейін 17 мыңға түсірген. Яғни бұл тағы да түсу керек. 21 жылғы достар, жалпы осы SX5 Мазданы сұрап ататын адамдар да бар. Бұл да 4 жетекті автокөліктердің бірі. Неге екені белгісіз, соңғы кезде осы автокөлікті сұрап өткен жандардың саны көбейді. Соған қатысты бағасында бір түсіріп отыр. Одан ары қарата мінекей Sorento автокөлігі, осы шанақ менің бір көңілімнен шығатын санақтардың бірі. Бағасын көрсетіп өтейік. Баға өкінішке орай жоқ, 21 жылғы. Мына Highlander өтіп кеткен екен, өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін тағы да бір 7 адамдық Gascent, бағана ғана көрсетіп өттім. $15,500, пробег 73 мың миль, 2.4, яғни 2.4 турбо жүреді деп айтсақ та болады бұларда. 2019 жылға. Оның жанында тағы бір Forester тұр, мінекей. $10,500 2017 жылға. 10,500 2017-ге өте қымбат. Бұлар 8,5, 8-де 8, 8-де 7-нің арасында сауда жүріп жатыр. Достар, осы жерде Venzaға қатысты тағы бір жақсылап түсіріп шығайын. Venza сұрайтын қауым, құрметті достар. Мінекей сіздердің сұрап отқан Venzалардың бүгінгі таңдағы шығарылған шанағы осы. Яғни бізде алдына қарасаңыз да, артына қарасаңыз да бір ешқандай автокөліктермен ұқсастық жоқ деп айтсақ болады. Тек титан дисктары. Highlander'дың Platinum комплектациясындағы дискпен тіпті айнымайды деп айтсам болады. Тек қана олар 20-лық мөлшердегі, размердегі болатын болса, мынаның дөңгелек мөлшері сәл төмен, ал болмаса жалпы басқа тұстары, бірақ мына ұстайтын мінекей тартпалары, қол тартпалары, бұлар Camry'дің дизайны алынған, енді Toyota болғаннан кейін. Алдыңғы ені мына фараларын айтайық, жарық шашатын, сәуле беретін дәл осы фаралар өкінішке орай мүлдем ешқандай автокөлікке ұнамайды, әлде ұқсамайды, әлде бір Santa Fe-ның көздеріне ұқсап кетер ме екен. Бұлар 2.5 гибридпен шықты. Достар, бағасын айтып өтейін, 2022 жылғы, мінекей $24,800 деп көрсетілген. Жанында дәл солай, мінекей мына алтын түстен кейін дәл өздеріңіз көріп тұрғандай ақ түстегі Venza, бұның бағасы $23,200. Venza туралы көп сұрайтын ағайындар бар, сол себепті арнайы солар үшін түсіріп отырмын. Бәлкім, егерде осы видеоны көріп отыратын болса, бұл мен ғой деп бір пікір қалдырып кетіңіз, біліп жүрейік. Сонымен мінекей достар, Venzaның бүгінгі таңдағы шанағы осылай. Бұған бір аса қатты қызығып атқан қазақты көрген жоқпын. Арамыздан осы уақытқа дейін автотурмен Алматы қаласынан Мерген есімді бір жігіт қана келіп сатып алды. Одан кейін Venza сұрап келген, немесе Venza іздеп келген қазақ көрген жоқпын. Бұлар көбінесе Ресей мен Қырғызстанға өтіп жатыр деп айтсақ болады. Қырғызстандықтарға бұл өтетін себебі гибрид, яғни олар гибридтерді өте қатты жақсы көреді. Ол жайдан жай жақсы көру емес, жақсы көру бұл көбінесе мұқтаждықтан туады. Мұқтаждық бұл оларда жанармайдың қымбаттығы, сол себепті жанармай аз қолданатын автокөлік бұларда осы гибрид болып, және де соларды тұтынатын болады. Mitsubishi ары қарата RAV4 мінекей бағасы жоқ, бар екен $18,800 2021 жылғы LE комплектацияда. Мінекей тағы да бір NX тұр, достар, $20,000. Осы менің қазір нарықтың ішінде жүріп түрлі автокөліктер көрген кезде көбінесе достар байқаған шығарсыздар, Subaru, Toyota, Lexus,
Mitsubishi деген сияқты автокөліктер көп. Неге? Өйткені оның бәрі сұраныстан шығады. Достар, мінекей Avalon, өткен жолда бір айтқам, негізі осы Avalonның соңғы шанағын Camry 80-ке беру керек еді негізі. Осы 80-ке жарасар ма еді, және де қазақтарға өте қатты бір өтіп көтермеді деймін. Өйткені артқы тұрғысы да өте қатты өзгерген, және де ішкі салонда ішіне комфорт көбірек берілген сияқты 80-мен салыстырмалы түрде, және де алдыда 80-мен салыстырмалы түрде қаһарлы көрінеді. Мына өздеріңіз көріп тұрған решетка дейміз ғой. Мінекей мына тордың өзі де алыстан қараған кезде сондай зор, сондай бір күштің иесі келатқандай сезім береді, әсер береді. Сол себепті 80-ге осыны бергенде жапондықтар қазақтардың жаппай 80-ді сатып алуынан біраз пайдаға қарық болып қалар еді деп ойлаймын негізі. Ары қарай кеттік. Жарайды, бұл менің пікірім, менің пайымдауым. Сондықтан да жапондыққа менің пікірім, оны есту қайдан дейсіз ғой. 2018 жылғы, мінекей өкінішке орай баға жоқ. NX 2018-дің Highlander, бұның да бағасы жоқ. BMW бізде так 19 жылғы өкінішке орай баға жоқ, 44 мың миль жүрген дейді. 2 объемдық бензин. Ары қарата Tucson бізде. Tucsonның бағасын көрсетіп өтейік. Бағасы жоқ өкінішке орай. Ары қарата мінекей тағы бір Highlander. Highlanderға тоқтап өтейік, көрсетіп өтейік бағаларын. Бұның да бағасы өкінішке орай жоқ. Яғни автопапа нарығында бағалар көп көрсетіле бермейді, достар. Өзіңіз еңбектенесіз, еңбектеніп барып бағасын білесіз. Достар, мінекей мына жақтан тағы бір Lexusты көрсетіп өтейін. Осы Lexusқа соңғы кезде көңілім кетіп жүр. Маған менің көңілімнен шығып жүр. Мінекей фараларын айтыңыздаршы, қараңыздар достар, алдыңғы решеткалары. Бұлар 2013 пен 14-12-нің арасындағы шанақ деп айтсақ болады. 16-да аса қатты өзгеріс жоқ, бірақ дегенмен де мына алдыңғы решетка, алдыңғы тор бұл өзгерді. Яғни әдемірек бола түсті, рестайл түрі. Сондықтан да мүмкіндік болатын болса 16-шы жылдарын алсаңыздар тіпті керемет. Мен енді 16-14 деп айтып отқаным, енді қалталы азаматтар болатын болса, бұл енді ескі ғой деп айтуы мүмкін. Бірақ енді біздің YouTube арнамызды қарапайым адамдар көргеннен кейін, қарапайым халықтың арасында жүрген қара халық көргеннен кейін, сол қолжетімді болады-ау деген көліктерді көрсетіп жүрмін. Әйтпесе бұл жерде қымбат көліктердің 7 атасы бар. Олардың бәрінде көрсетіп шығуға болады, бірақ дегенмен де халықтың бәрі бірдей бай емес. Халықтың бәрінде бірдей ақша бар деп айтуға болмас. Достар, қысқаша осылай, мүмкіндігінше өзімнің түріме қарағанда автокөліктерді көбірек көрсетуге тырыстым. Сондықтан да лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, атаулы видеоны ағайын туыс бауырларыңызға жөнелтуді ұмытпаңыздар. Жалпы автокөліктердің бағаларын, маркаларын бәрін біліп жүрсін. Бұйырса енді ертең 3-ші күн, амандық болса 3-ші күнде тағы да бір видео түсіретін боламыз, оны да жариялаймыз. Сондықтан да сіздер үшін қандай автокөлік түсірейік, комментарийға жазып кетіңіздер. Ертең күндіз кілті ашық тұрған кезде ішінде сыртында мүмкіндігінше түсіруге тырысатын боламыз. Достар, сұрап отқан жандар үшін WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Келесі автотур амандық болса 9 май күні, яғни жеңіс күнінде Грузияға қайта келеміз. Сол кезде автокөлік алуды жоспарлап жүрген жандар болатын болса мархабат. Қысқаша осылай, достар, ертең тағы да дәл осылай көгілдір экранда жолыққанша Алла